Сіз бұл топтаманы не үшін жаздыңыз? Мұның бәрі мен Перу елінде жас миссионер болған кезде басталды. Мен ешкім ашық киелі кітапсыз бастай алмайтын, жұмыс істей алмайтын немесе аяқтай алмайтын, және мен жазған кітапқа қарағанда жазбада көп уақыт өткізетін материал жазғым келді. Сөйтіп, мен Құдайдың ілімдерінен, Құдайдың қасиеттерінен бастап үйретемін. Және бұл қандай қасиеттер туралы екендігіне кіріспе беремін деген ойға келдім. Осылар жайлы ойлана алатындай, бұл қысқаша түйіндеме сияқты. Содан кейін бірден сұрақтарды қолдану арқылы мен оларды жазбаларға бағыттадым. Мен көптеген мұғалімдерден өте жақсы әсер алғаныммен және көптеген керемет кітаптарды оқығаныммен мен өзгерткен тек киелі кітаптың өзі ғана. Киелі кітап былай деп үйретеді. Тек Құдайдың сөзі киелі рухтың жетелеуімен жазылған. Ол өмірді өзгертетін күшке ие, және Құдай сөзі арқылы Құдайдың рухы жұмыс істейді. Бұл материалды қолданудың ең жақсы тәсілі бұл ең алдымен Құдаймен жалғыз қалу. Мейлі ол сіздің қонақ бөлмеңіз, кеңсеңіз немесе ас үй үстеліңіз болсын. Құдай сөзімен жалғыз қалу және материалды жалғыз зерттеу. Бірақ сіз сабақты оқу барысында Құдайдың өзі сөз арқылы сөйлейтінін естігенде, сіз сонымен қатар өзіңіздің жеке шәкірттер тобыңызбен немесе жексенбілік мектептегі топпен немесе жергілікті қауымның ішінде осы сабақты зерттеуге бел буған топпен кездесе аласыз. Және бұны осылай қолдану керек. Бұл сізді киелі кітаппен таныстыру трамплині, сізді киелі кітапқа енгізеді. Бүгінгі таңда қызметте көптеген адамдар ананы жүзеге асырып, өз ісімен қомақты ақша тауып жүрген қаншама адамдар бар. Және мен жай ғана адамдардың мынаны білген қалаймын. Бұл сүйіспеншілікпен жасалған еңбек. Осы кітаптарды жұртшылықтың қолына жеткізу үшін менімен бірге жұмыс істеп жатқан адамдар, біз барлығымыз Құдай халқына үлкен пайда әкелетін көптеген жобаларды қаржыландыруға көмектесу үшін қызметке қайта ораламыз деп келістік. Осы кітаптар мен басқа да кітаптар және басқа жобалар шыққан сайын мұның жеке пайдаға еш қатысы жоқ екеніне сендіргім келеді. Өйткені сіз жеке басыңыз тек мынадан басқа, яғни кейбір адамдардың қарт болсын, жас болсын, солардың Құдайды көбірек танып, олардың құтқарылғандықтарын жақсырақ түсінгендерінен қанағаттанудан басқа ештеңе таба алмаймыз. Сондықтан мен мынаны айтқым келеді. Кітаптың мақсаты сізді жазбаларға жетелеу. Жазбалар барлығына арналған. Сондықтан әркім бұл кітаптарды пайдалана алады.